Seni ғой биыл өліп талып жүріп, әрең дегенде институтқа түсірдік. Бетіміздегі арымызды салып, кошелектегі барымызды салып, зорға дегенде түсірген институт неге оқымайсың сен, Кешеден бері осы сенің институтынан бір мұғалім қайта балаңыз бір апта болды, сабаққа келмейді деп звондағалы есімізді кетірді. Қайда жүрсің? Тоқ, неменен? Мені жер жетіп кеткен жоқ. Тұрмыз ғой алдымызда. Өзіміз деген анау курстас қызымыздың туған күні болды, бәріміз соған бардық. Өзімізден туған күннен кейін қайда болдың, одан кейін қайда болдың? Ой, мені жер жетіп кеткен жоқ, тұрмыз ғой алдында. Туған күні болды. Туған күннен кейін Зымзияның тұрмысқа шыққан тойы болды. Бәріміз соған бардық. Енді Зымзияның тойлары сонымен біткен шығар, содан кейін қайда болдың? Мені жер жетіп кеткен жоқ. Зымзияның тойы, Зымзияның туған күннен кейін тұрмысқа шыққан тойы болды. Енді 30 күн ойын, 40 күн тойсы баяғының той емес қой, содан кейін қайда болдың? Енді Зымзияның тұрмысқа шыққан тойы болды. Сонан кейін кешіріңіз, мен сізге декрет. Сонда немене той 2 рет болды ма? 2 рет болды той. Зымзияның тұрмысқа шыққан тойы болды. Ілешелі шілдехана жасап. Шілдехана дейді. Жосылған тойы болды. Мені жер жетіп кеткен жоқ, алдыңызда тұрмын ғой. Енді жарайды, Зымзияның тойларының бәрі біткен шығар енді. Ал енді содан кейін қайда болдың? Апырмай, түсінбейді екенсіз ғой енді. Енді той деген төбелессіз бола мен. Ет деген төбелессіз бол. Төбелестен кейін тоңазытқышқа бардық. Төбелестің көкесі тоңазытқышта екен. Сен тоңазытқышты бәлге холодильникті шатастырып тұрсың ба? Не айтып тұрсың, түсінсем бұйырмасын. Сол холодильник сияқты бір мекеме болады екен да. Дүлей, сен витринді айтып тұрсың ба? Енді мен, соны айтпай әкемнің басын айтып тұр дейсің ба? Жуадай солғыр, жүгермек, көктей солғыр, көктей солғыр. Содан кейін қайда болдың? Жер жетіп кеткен жоқ. Тоңазытқыш дегендеріңіздің өзінің жалғасы болады екен. Яғни продолжениесі. Қандай? Міне сонда жатырмыз. Құдайға шүкір. Дүлей, бетсіз. Енді мұғалімдерінің бетіне не деп қарайсың, бетсіз. Мен немене сонда мұғалімдердің бетіне қарамайтын немене мен? Кісі өлтірдім ба? Біздің институттың тең жартысы сонда жатыр. Күндіз анау ресторандардың алдын сыпыртқызады. Содан кейін институтымызды еден жуғызады. Жетістірген екенсің, жуадай солғыр, көктей солғыр. 15 өткеге түстім де, тұрған жерімде перейін бол. Қойшы сен көкесі. Онда тұрған ештеңе жоқ, енді амал жоқ, бәріне көнес. Басқа салған соң баспақшы деген. Алматыда не көп? Оқу көп. Не болмаса мені үйлендір, мен шаршам. Сенделері бар ғой, сенделерді соттау керек, қамау керек, ату керек, сою керек, іреу керек, тағы не істеу керек, тағы не істеу керек. Түннен қалған тамақ болса жылту керек. Бол.